Hey guys, сіздермен бірге мен Женерке және сіздер менің каналымдасыздар. Бүгінгі біздің видео топ-5 мектепке арналған приложениялар. Ендеше бұл видеоны бастамас бұрын міндетті түрде осы каналға подписка жасап, видеома лайк басып, және де сонымен қатар менің инстаграмым мен тиктогыма подписка жасаңыздар. Ссылкалар описаниеда болатын болады. Ендеше let's go! Жақын арада бізге мектеп қайттан басталмақшы. Күз қайттан әртүрлі тапсырмалар, есептер, анау-мынау. Және де ең қиын сабақтың бірі бәріміз үшін возможно это математика. Сондықтан да если сіздер математиканы мен сияқты дұрыс шарит ете алмайтын болсаңыздар, тогда сіздерге мынандай тамаша фотоматч атты приложениені ұсынамын. Бұл приложениені возможно сіздер кейбіреулеріңіз уже білесіздер, білмейтіндеріңіз болса міндетті осыны скачивать етіп алыңыздар. Себебі бұл приложениеде сіздер деген кіресіздер, камерасын ашасыздар, камерада барып түсіріп алып, сол есепті сіздерге автоматически түрде шығарып береді. Және арасында оның даже сіздерге деген қалай шығарылатыны туралы сіздерге деген объяснениесі де болады. Немесе фотомен ғана емес, ол жақта барып астында калькулятор болады, калькулятормен де есептеп сіздерге то же самое ответін беріп, сіздерге дәл солай решениесі қалай болған бәрін түсіндіріп береді. Поэтому осы приложение міндетті керек приложение. Поэтому барлықтарыңызда ол деген телефондарыңызда бұл приложение болу керек. Номер екінші приложение, ол тоже, возможно, барлықтарыңыз білесіздер, но білмейтіндер болса, тоже осы приложение скачивать етіп көріңіздер. Негізі бұл приложение знание болып аталады сайтта, бірақ та почему-то ол приложениеде Brainly болып аталады. Міне осындай приложение Brainly атты. Бұл приложениеде дәл сайт сияқты просто үстіне поискқа басасыздар да өздеріңіз не керек жазасыздар. Немесе оны тоже сол фотоматч сияқты суретке түсіріп, ол жақтан тоже солай нетуге болады. Жаңағы поискқа жіберуге болады. Сіз ответті алып өзіңіз таба аласыздар. Если таба алмайтын болсаңыздар, онда өздеріңізге аккаунттарыңызға дәл сол суретімен, жазуымен сұрақ қойып жіберсеңіздер болады. Және рандомный какой-то бір пользователь сіздерге осы сіздің тапсырмаңызға ответ беруі мүмкін. Поэтому тамаша приложение просто мега күшті. Поэтому скачивайте. Тағы да бір приложение, ол тоже обязательно барлығымызға керек. Сіздер деген 10 сағат бүйтіп кіріп сайтқа, Google-ға немесе Яндексқа кіріп барып переводчик деп жазып отқанша, конечно, Google переводчик сіздерге на помощь. Осы приложение обязательно скачайте, потому что бұл тоже самый такой базовый приложениялардың бірі. Менде өзімде бұл всегда болады. Және де бұл приложениеде сіздер деген просто фотоны алып тоже переводты алсаңыздар болады, немесе аудиомен болсаңыздар болады, аудиозаписпен, немесе тоже печатать етіп, ол жерде дәл солай нетіп алсаңыздар болады, переводить етіп алсаңыздар болады. Поэтому ағылшын пәнінде немесе басқа да бір пәндерде, если басқа бір языктарға баратын болсаңыз қосымша, тогда бұл сіздерге таптырмас приложение. Тағы да бір приложение, ол бізде деген Zen Flip деп аталады. Міне оның суреті осындай. Бұл приложение тоже бір сондай керемет приложение. Если сіздер деген сабақтан былай тылсып бүйтіп басқа бірдеңе істеп кететін болсаңыздар, және сіздерге міндетті түрде сабаққа сконцентрироваться ету керек болатын болса, осы приложение скачивать етіңіздер, потому что бұл сіздерге прям тамаша таймер болып тұрады. Бүйтіп телефоныңызды аударып алсаңыздар, осындай күйде алып көрсеңіздер, ол жерде кәдімгідей таймер тұрады, и сіздер үндемей ғана бүйтіп сабағыңызды оқып тастасаңыздар болады. Мен осы немен уже почти 2 жыл болды ма, осы приложениемен қолданып келе жатырмын. Бұл приложение өте керемет, прям реально сконцентрироваться етуге көмектеседі. Можно былай бүйтіп астынан ақырындап бір музыка қосып қойып, бір такой музыка ғана, сөйлейсіз тек қана, зато сіздер таймерге қарап өздеріңізге 25 минут помодоро әдісі деп аталады. Ол жерде сондай бар, помодоро деп тұра ма, сондай помидордың суреті тұрады ше. Вот. Соны бүйтіп қойып қоясыздар 25 минуттың. И 25 минуттың ішіне сіздер деген сконцентрировать етіп, тек қана учебе нетесіздер. Керемет приложение, скачивайте. Егер сіздер үшін бұл приложение скучный болып шығатын болса, онда сіздерге тағы да 5-ші біздің бүгінгі видеоға приложение, ол Forest деп аталады. Бұл приложение дәл сол Zen Flip сияқты, бірақ та бұл жерде сіздер деген кәдімгідей уже ағаш қойып өсесіздер. То есть, ол жерде тоже 25 минуттай, мысалы, өзіңізге 25 минут емес, например, 30 минут өзіңіз қалған уақытта қоясыздар, какой-то бір ағашты қоясыздар, и ақырында бұл жақта музыка бүйтіп, тоже солай өзінің музыкасы бар приложениеде. Вот, солай музыкамен ағаш ақырында өсе берді, и когда сіз, мысалы, до конца 25 минут қоятын болсаңыздар таймерге, тогда 25 минуттан кейін дәу ағаш болып шығады. То есть, сіздер каждый сабақ таймер қойған сайын, сіздер ағаштарыңыз өсіп, солай болады. То есть,
игра сияқты, можно сказать. Если сіздерге жаңа Zenflip скучно болатын болса, мына приложениені скачивать етсеңіздер болады. Сонымен менің ойымша сіздерге бұл видео ұнады, және де если сіздерге мынау видео пайдалы болатын болса, міндетті түрде видеома лайк басып ұтпаңыздар, және егер сіз без подписки көріп болсаңыз, обязательно подпишитесь на мой канал. Енді осы видеоны до конца көргендеріңізге көп рахмет. Всем бай-бай!